Наполеон Хилл, ойлан да байы, 9-шы тарау шешім. Сарапшылар сәтсіздікке ұшыраған 25 мың адамды саралай келе, олардың сәтсіздікке ұшырауының басты себебі шешім қабылдай алмайтындығынан екенін анықтады. Бір шешімге келуді күннен күнге ысырып, бастаған істі ертеңге қалдыру баршамызға тән қасиет. Оны ауыздықтайтын уақыт келді. Осы кітапты оқып болған соң өзіңіздің қаншалық деңгейде жылдам және нақты шешім шығара алатындығыңызды анықтап, көрсетілген қағидаларды іс жүзінде қолдануға біршама дайын боласыз. Қисапсыз байлық жиған жүздеген бай адамның өмір жолын зерделей отырып, олардың барлығы да қандай да бір шешімдерін асықпай ой елегінен өткізу арқылы өзгертетіндігін байқадық. Сәтсіздікке ұшырағандардың да дәл осындай өзіндік ұқсас белгілері бар. Олар баяу шешім қабылдайды және оларды тез әрі жиі өзгертеді. Генри Форд мырзаның ең басты әдеті жылдам шешім қабылдап, оны өзгертуге асықпауы. Аталмыш әдетіне қарап, жұрт Форд мырзаға қырсық деген лақап қойған. Дәл осы әдет Форд мырзаны Т үлгісіндегі әлемдегі ең ұсқынсыз көлікті жасауға итермелеген еді. Ал осы көлікті жасауға бет алғанда, оның кеңесшілері де тіпті көптеген сатып алушылар да бұл ойынан қайтуды ұсынған болатын. Бәлкім Форд мырза өзгерістер енгізуді тым ұзақ уақыт бойы кейінге қалдырып отырған шығар, алайда оған миллиондаған қаржыны әкелген де осы табандылығы емес пе? Бірін тастап екіншісін бастау дағдысы мен жайбасарлыққа қарағанда, мақсатқа жету үшін қиындыққа қарсы тұра білуге үйрететін табандылық әлдеқайда артық емес пе? Өзгелердің пікіріне құлақ аспа. Әдетте қыруар қаржы жинай алмаған адамдар өзгелердің айтағына тез көнеді. Олар өз ойынан гөрі жел сөзге толы газеттер мен өсекші көршілердің сөзіне құлақ түреді. Пікір дүниедегі ең арзан тауар. Кез келген еріккен жан сізге әртүрлі мәселеге қатысты өз ойын тықпалай алады. Алайда шешім қабылдайтын мезет жеткенде, өзге біреудің айтқан ойын негізге алар болсаңыз, ешбір істе, әсіресе ойыңызды ақшаға айналдыру ісінде нәтижеге қол жеткізе алмасыңыз анық. Егер өзгелердің ой пікіріне жүгінетін болсаңыз, онда өзіндік ойыңыздың болғанын қаламайтын шығарсыз. Осы кітапта сөз болған қағидаларды іске асыру кезінде және қандай да болмасын бір шешім қабылдап, оны орындағанда ішкі ойыңызды тыңдай біліңіз. Ұжымдық сана мүшелерінен басқасының айтқанына құлақ аспаңыз. Тіпті ұжымдық сана тобына адам жинағанда да олардың сізді жан-тәнмен қолдап, мақсатыңызды іске асыруға көмектесе алатынына шүбәсіз сенуіңіз керек. Жақын достарыңыз бен туыстарыңыз әртүрлі пікір айтып, немесе қалжың арқылы сізді аяғыңыздан шалуы мүмкін. Мыңдаған адам осындай достарының еш арам пиғылсыз айтқан ой пікірлері мен қалжың сөздерінің арбауынан шыға алмай, өзегін өкініш өртеп жүр. Басқасын былай қойғанда, сіздің ойлау жүйеңіз, ақыл-парасатыңыз бар. Соларды қолданып, мақсатыңызға қол жеткізуге тырысыңыз. Ал осы мақсатқа жету үшін сізге қандай да бір дәлелдер не қандай болмасын ақпарат қажет болса, өз мақсатыңыз жөнінде тірі жанға тіс жармастан қажетті нәрсе жөнінде сұрап біліп алғаныңыз жөн. Адамдардың бір нәрсе жөнінде білетін титтей ақпаратын егжей-тегжейлі білетіндей болып білгірсінуі табиғи нәрсе. Мұндай адамдар өзгелерге қарағанда бос сөзге бір табан жақын тұрады. Егер жылдам шешім қабылдауды үйренгіңіз келсе, ләм-мим деместен бар ынта-жігеріңізді ойыңызға тікелей бағыттаңыз. Сөзі көптің ісі аз. Егер тыңдағаныңыздан сөйлегеніңіз көп болса, қажетті нәрсе жөнінде аз мағлұмат алумен қатар, сіздің сәтсіздігіңізді рахаттана бақылауға дайын адамдарға өз жоспарыңызды оңай жайып сала саласыз. Адамның іші тар екені ешбір жанға құпия емес. Расында да әріптес болғыңыз келетін ақылды жанмен әңгімеңіз жарасқан кезде көп сөйлеу арқылы ол адамға біліміңіздің деңгейін көрсете аласыз. Ал деңгейіңіз шындығында жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Сол себепті ескі ережені ұстанғаныңыз абзал: үнсіздік және байсалдылық. Әріптестеріңіздің барлығы да сіз сияқты байлыққа қол жеткізуді мақсат тұтатынын естен шығармаңыз. Сондықтан жоспарыңызды кезіккен жанға жайып салсаңыз, оны өзге біреудің сізден бұрын жүзеге асырғанының куәсі болсаңыз таңғалмаңыз. Сіздің ең басты шешіміңіз ешкімге тіс жармай, құлағыңыз әрдайым түрулі болуы. Бұл жөнінде үнемі есіңізге салып тұру үшін мынадай қанатты сөздерді үлкен әріптермен жазып, көзге көрінетін жерге іліп қойыңыз. Қолыңнан іс келетінін сөзбен емес, іспен дәлелде.